Бәріңізге сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көкөністерден жасалған ұзақ мерзімге сақталатын салаттардың рецептісімен бөлісе кетейін. Бұл салаттың ерекшелігі кез келген уақытта қолдана берсеңіз болады. Рецептіні жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Керекті көкөністердің барлығын жуып, тазалап, ашып аламыз да турап аламыз және үлкенді көлемді ыдысымызға май құйып, қызғанын күтпейміз, бірденнен пияздың салып қуыра береміз. Пияздың күйіп кетпеуін қадағалаңыздар, отта ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Аздап қуырып алған пиязымыздың үстіне болгар бұрышын салатын боламыз. Болгар бұрышын 2-3 минут қуырсаңыз жеткілікті. Кейбір қыз-келіншектер бірінші салатты сарымсақтан бастайды екен. Мен олай бастауды кеңес етпес едім, өйткені сарымсақ тез күйіп кететін болғандықтан салаттың дәмін құртып жіберуі мүмкін. Дайын болып қалған болгар бұрыштарының үстіне сәбізді салып алатын боламын. Сәбізді мен үккіштен өткізіп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолдан турап алсаңыздар да әдемі көрінеді. Жақсылап араластырамыз да, бұны да көп емес 2-3 минутқа ғана қуырып алсаңыздар жеткілікті. Қуыру барысында отыңыз орташа баяулықта от болуы қажет, тым қатты болудың қажеті жоқ. Келесі кезекте сарымсағымызды және өзіңізге ұнаған аскөгіңізді салсаңыз болады. Ол кинза болуы мүмкін, петрушка болуы мүмкін. Мен укропты қолданатын боламын. Бұны да жақсылап араластырып аламыз да, үстіне қызанақтарымызды салатын боламыз. Қызанақтарды мен өзім қолмен турай салдым. Ешқандай мясорубкадан өткізген жоқпын. Осылай бүтін-бүтін болып көрінгенін қаладым. Мендегі қызанақтар өзімнің бақшамдағы күтіп баптаған қызанақтарым өте шырынды әрі жұмсақ болғандықтан салаттың да сорпасы өте әдемі болып шықты. Видеода байқап тұрсаңыздар, қызанақты астына қарай жіберіп жатырмын, өйткені отқа тиіп шырыны тезірек бөлінуі қажет, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. Әдепкі 10-15 минутта ешқандай өзгеріс байқалмайды, үстіне қобалжып су құйып жіберіп жүрмеңіздер. Кішкене отын азайтып, келесі кезекте дәмдеуіштерін салатын боламыз. Дәмдеуіш ретінде өзіңіздің ас үйде күнделікті пайдаланып жүрген дәмдеуіштеріңізді қолдана берсеңіздер болады. Мен лавр жапырағы, тұз және кристалликті пайдаланатын боламын. Бұларды әрине дәмінің татымына қарай салатын боласыздар және бір ас қасық түйір қарабұрыш салатын боламын. Барлығын жақсылап араластырып алып, отты кішкене баяулатамыз да, қатты төмен болмауы қажет. Кішкене баяулатып алғаннан кейін қақпағын жауып 45 минутқа қайнатуға қоямыз. Әлбетте қақпағын ашып, міндетті түрде жиі-жиі араластырып тұру қажет, әйтпесе от астына тартып кетуі мүмкін, яғни ыдысыңызға жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін жиі-жиі араластырып тұру қажет. Менде осы жерде дайын болуға аз ғана қалған болатын. Сорпасының өзі қалай шығып тұрғанын көріп тұрған шығарсыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Жасап көруді кеңес етемін сіздерге де. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Бұл балалық шағымыздың ерекше дәмі болатын. Ең бастысы ешқандай химикатсыз, ешқандай бояғышсыз, ешқандай күрделі қоспасыз табиғи өнім. Келесі кезекте банкаларымызды жақсылап стерилдеп алатын боламыз, және олардың қақпақтарын да стерилдеп алуды ұмытпаңыздар. Банкының атылмауы бұл стерилдеуге байланысты. Дайын болған салаттарымызды стерилденген банкілерге жайғастырып құятын боламыз. Құю барысында оттан, ыстықтан абай болыңыздар, күйіп қалудан сақтаныңыздар. Мен осындай брандалы банкілерге жабатын боламын. Қақпақтары өте сенімді жабылады, және де бүлінген қақпақтарды қолдануды кеңес етпеймін. Себебі банкаларыңыз атылып, ішіндегі салаттарыңыз бөлініп, еңбегіңіз еш кетуі мүмкін. Дайын болған банкаларымызды міндетті түрде қақпағын төмен қаратып, төңкеріп, жылы көрпеге немесе пледтің арасына бір тәулікке орап қоятын боламыз. Мінекей салаттарымыз дайын болды. Жылдың кез келген мезгілінде ашып жей берсеңіздер болады. Егер де мен ұсынған рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қоя салыңыздар. Егер де жасап көремін десеңіздер, өздеріңізге сақтап алсаңыздар да болады. Құрметті көрермендер, осы тұсты пайдаланып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, мені қолдап жатқан көрермендерге алғысымды білдіргім келеді. Сіздердің әрбір жазған комментарийлеріңіз мен үшін мотивация болып саналады. Барлығыңызға ас болсын, рахмет.